бұл жерде енді не берсек, жаңағы мысалы табыс деп алдық қой. Енді соның артуына біріншіден қандай бір қабілеттерге немесе фокус қойған дұрыс. Жаңағы біз бір түрлі тренингтарды жағалап кетіп айғайлап тауға шығып дегеннің орнына, Пол жалап және де жүргеннен екінші ба? жағынан сіз не берсеңіз, пол Инструментал жалағанға қарағанда нәрселер ма? андай береке беру жағынан, жаңағыдай туысқандық қарым қатынас деген сияқты жағынан, бір практикалық, бір діни жағынан деген ғой. Бірінші мәселе, қандай да бір тренингке барып, Аллах тағала тыйым салған нәрсені жасап, табыс табу, ол хайырлы емес. И ол нәрсе түбінде жақсылыққа алып келмейді. Мысалға, Құдай сақтасын енді, бірақ біреудің қызын, біреудің қарындасын барып құшақтап, не қылып, немесе Алла сақтасын. Қарындасын деп құшақтап жатқан шығар десең. Әзіл. Сондай тұстар бар. Жалпы жақсы нәрсе емес ол. Ондай екі адамды билетіп қою деген сияқты, кім жасаса да. Бәлкім ол миллиардер шығар, ол действующий олигарх шығар, мультимиллионер шығар да. Мәселе емес. Бірақ Құдайдан бай емес қой. Құдайдан асып сөйлейтін. Егер ақша оған сөйлеуге құқық беріп жатқан болса, Құдайдан бай емес та. Құдайдан асып сөйлейтіндей.